Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы палау тағамын дайындау және безендіріп ұсыну. Сабағымыздың мақсаты студенттерді үй жағдайында тағам дайындауға бағыттау, күрішті механикалық өңдеу, палауды пісіру кезінде қауіпсіздік техникасы мен санитарлық гигиена нормаларын сақтау. Палауымызды дайындамас бұрын ең алдымен бізге керек азық-түліктерді дайындап аламыз. Ол үшін бізге тазартылған күріш, сиыр еті немесе қой еті, сәбіз, пияз, сарымсақ, тұз, бұрыш және сұйық май. Біз ең алдымен етімізді ұсақтап турап аламыз және қазанға май құйып, майымыз қызғаннан кейін етімізді салып қуыра бастаймыз. Етіміз жартылай қуырылғаннан кейін үстіне пиязымызды салып, толықтай қуырамыз пиязымызды. Пиязымыз қуырылып болғаннан кейін үстіне сәбізді салып, сәбізімізді толықтай қуырамыз. Қазандағы сәбіз, пияз, ет қуырылып болғаннан кейін мысалға 2 шыны күрішке 2 шыны су құйып, судың қайнағанын 2-3 минут уақыт күтеміз. Суымыз қайнағаннан кейін үстіне күрішімізді салып, оның үстіне сарымсақтарды бүтіндей салып, бетін қымтап, мықтылап жауып, дайын болғанша күтеміз. Тағамымыз дайын болғаннан кейін ас табағына салып, әдемілеп безендіріп, қонағымызға ұсынамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз палау тағамын дайындау және ұсыну. Олай болатын болса, бізге бүгінгі керекті біздің азық-түліктерімізді сіздерге көрсетейін. Ақмаржан күріші, қой немесе сиыр еті, пияз және сарымсақ, сәбіз және тұз, бұрыш, сұйық майымыз. Олай болатын болса, біз біріншіден көріп тұрғандарыңызда күрішімізді жудық, етімізді жуып, турап дайындап қойдық. Ендігі кезекте пиязымызды жартылай сақинаша қылып тураймыз. Біздің тағамымыз дәмдірек шығу үшін әрине біз балғын көкөністерді қолданғанымыз дұрыс. Олай болса, мына пиязымызды турадық. Келесі кезекте сәбізімізді де турап аламыз. Енді сәбізімізді орташа таяқша қылып турап аламыз. Сәбізімізді орташа таяқша қылып тураудың себебі, оны етпен кішкене ұзақ уақытта бұқтырғанда сәбізіміз кішірейіп кету, өз көлемін жоғалтады. Сол себептен де орташа таяқша қылып тураймыз. Олай болса, біздің сәбізіміз де дайын. Келесі кезекте біз алдымен қуырмастан бұрын қазанымызды қыздырып аламыз және сұйық май құямыз. Олай болса, майымыз қызды, енді етімізді қуырамыз. Етімізді жақсылап қуырамыз. 15-20 минут уақытта етіміз біздің жақсылап жұмсарып қуырылуы тиіс. Етіміз қуырылып жатқан кезде біздің етке тұз бұрышымыз, дәмдеуіштеріміз сіңу үшін біз тұз бұрышын етті бұқтырып жатқан кезде салып аламыз. Келесі кезекте етіміз жартылай қуырылғаннан кейін біз пиязымызды саламыз. Пиязымызды салып,
Пиязымыз толықтай қуырылғанша етпен бірге қуырамыз. Олай болатын болса, біздің пиязымыз қуырылды. Яғни осы қуырылған пиязымыздың үстіне сәбізімізді салып тағы да қуыратын боламыз. Олай болатын болса, біздің ет, сәбіз, пиязымызды қуырып болды. Енді жаңа теорияда айтып кеткендей су құямыз. Яғни суды біз қанша мөлшерде күріш салсақ, сонша мөлшерде су құятын боламыз. Яғни міне суымызды құйдық. Енді келесі кезекте біз күрішімізді осы қуырылған ет, сәбіз, пиязымыздың үстіне саламыз. Тағы да қайталап кетейін сіздерге. Біз 2 кесе күріш салған болсақ, онда яғни біз 2 кесе су құйдық. 1-ге 1 жүреді сонда. Сіздер суды есе артық құйсаңыздар, егерде сіздердің палау тағамдарыңыздың езіліп кету қаупі болады. Яғни міне біз күрішімізді салдық. Күрішімізді салғаннан кейін 1-2-3 минут көлемінде біз күрішіміздің бұқтырылғанын күтеміз. Олай болса, жаңағы 2-3 минутымыз өтті. Енді біз сарымсағымызды бүтіндей былайынан саламыз. Енді қымтап-мықтап бетін жауып, палау тағамымыз дайын болғанша күтеміз. Ал олай болатын болса, біздің палау тағамымыз дайын. Мінекей. Тағамымызды салып қонақтарымызға ұсынсақ болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай біздің палау тағамымыз дайын. Енді сәндеп ортаға осы жерде ұсынса болады қонақтарымызға. Астарыңыз дәмді болсын.